Құрметті қазақстандықтар, құрметті Түркістан облысы тұрғындар, сіздерді тәуелсіздіктің 28 жылдығымен шын жүректен құттықтағым келеді. Тәуелсіздік дегеніміз бұл ата-бабаларымыздан келген біздің ұрпақтың қолы жеткен киелі кезі. Тәуелсіздік бұл таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан сондай құдіретті сөз. Мынау бұл тәуелсіздік бізге біздің аталарымыздың ұлы жеңістің жемісі деп ойлаймын. 28 жылдың арасында біздің Қазақстан өз шекарасын бекітіп, өз алдында дербес ел болды. Біздің университет академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетіне биыл 20 жыл болды. Сол 20 жылдың арасында бізде де көптеген жетістіктер болды. Оған халық куә. Бұл жетістіктердің бәрі біздің осы ынтымақтық бірлігінің арқасында, ұжымымыздың, соның жемісі. Біздің студенттеріміздің арқасында. Біз енді жекеменшік университет болғалы, құрылтайшылар барлық заман талабына сай жағдайды студенттерге жасап жатырмыз. Мынау сапалы білім алсын, саналы тәрбие алсын деп жағдайдың бәрін жасап жатырмыз. Мынау тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз еңселі, мынау көк туымыз әрдайым биіктен желбірей берсін, тәуелсіздігіміз құтты болсын, баянды болсын дегім келеді.